мына беріп тұру жалпы біреуге жақсылық жасап бір енді киім бересің ба, немесе ақша бересің ба, немесе бір көлігіңді бересің ба, әйтеуір бір киіміңді бересің ба, әртүрлі ғой енді. Сол өзіңнен шығарып біреуге инфақ, біреуге садақа қылып беріп тұруың, бұл осы тектілік мінезі тәрбиелеу үшін де келген. Сен тек қана ала беріп, тексіз ала беру емес, текті бере беруді де үйренесің да. Соның үшін иншалла бұл дерт, мынау жаңағы сіз айтып тұрған бұл дерт, бұл қоғамның дерті. Одан кейін мына бізде де көрдіңіз ба, қазақ халқы өте момын халық қой, жүрегі жұмсақ халық, аянышқа аяушылықпен қарайтын халық біздікі. Бүйтіп тұрса жүрегің езіліп кетеді, бергің кеп тұрады, бере салады көбі. Соңғысын бере салатын халықпыз ғой біз. Енді сол халық өзіміздің қоғамның ішінде өмір сүріп жатырмыз ғой, соны да пайдаланып кете ме деп ойлаймын да. Сол анау доброту за слабость дейді ғой. Сенің бір неңді, жақсы мінезіңді әлсіздікке балап, сені пайдаланып жүргенде адамдар болуы мүмкін да. Сондықтан да бұндай адамдарға мен таныстарым да бар. Насихат айтып жүрмін.